Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тоқыманы ары қарай жалғастыратын боламыз. 14-ші қатарға келдік. Мен жаңадан жіп қостым. Арканың ішіне, үш лүпілдік шалудан тұратын арканың ішіне жаңа жіпті қосамыз. Екі лүпілдік шалуға көтеріліп аламыз. Бірінші, екінші. Қалдық жіпті тоқыманың бойына жасырып жібереміз. Содан соң тап осы арканың ішіне үш бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. Екінші столбик, тағы бір жіп ораймыз. Үшінші столбик, ырғақты үш жіп барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай 4 лүпілдік шалу. 1, 2, 3, 4. Тап осы арканың ішіне екінші кластерді тоқимыз. Екінші 3 бір бос жіптен тұратын, бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. 1, біреу, екінші столбик, үшінші столбик, ырғақта 4 жіп барлығында бір жіппен өткіземіз. Бізде екі кластер пайда болды. Ары қарай 3 лүпілдік шалу тоқимыз. 1, 2, 3. 3 лүпілдік шалу. Содан соң төмендегі 1, 2, 3 столбик қалдырамыз. Төртіншісінің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Тағы да 3 лүпілдік шалу аламыз. Төмендегі 3 столбик қалдырамыз. 1, 2, 3. Төртіншісінің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Тағы да 3 лүпілдек. 1, 2, 3. Төртінші. Төмендегі 3 столбик қалады. Төртінші столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 1, 2, 3. 3 лүпілдек. Бір жіп ораймыз. 1, 2, 3 столбик қалады. Төртіншісінің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Тағы да 3 лүпілдек. 2, 3. 1, 2, 3 қалдырамыз. Төртінші столбиктің ішіне 1, 2, 3. Бір жіп ораймыз. Төменнен 3 столбик қалдырамыз. Төртінші столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Барлығы бізде 6 бір бос жіп қосылған шалу болу қажет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ары қарай келесі тағы да 3 столбик, 3 лүпілдік шалу аламыз. Содан соң келесі арканың ішіне 3 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик. Ырғақта 4 жіп барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай 4 лүпілдік шалу. 1, 2, 3, 4. Тап осы арканың ішіне келесі екінші 3 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. Екінші столбик және үшінші столбик. Ырғақта 4 жіп барлығында бір жіптен өткіземіз. Бізде осындай узор шығады. Ары қарай тап солай қайталана береді. Кластерді тоқыдық. Ары қарай тағы да 3 лүпілдік шалу аламыз. Төмендегі 3 столбик қалдырамыз. Төртіншісінің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқылынады. Тағы да одан соң 3 лүпілдік аламыз. Төменнен 3 столбик қалдырамыз. Келесі төртінші столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 3 лүпілдік. Төменде 3 столбик қалдырамыз. Төртінші столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалу. Тап осылай столбиктарға тоқып шығамыз. Барлығы 6 бір бос жіп қосылған шалу болу қажет. Қатарда аяқ соңына дейін тоқып шығамыз. 14-ші қатардың соңына келдік. Ең соңында 3 лүпілдік шалу тоқып аламыз. Содан соң ең бірінші кластердің төбесіне ырғақты кіргізіп жіп алып шығамыз. Ол жіпті келесі жіптен өткіземіз. Ары қарай 15-ші қатарды бастаймыз. 15-ші қатады ең алдымен
Мына аркаға ілгері жылжып аламыз. Арканың ішіне ырғақты кіргізіп, алға жылжимыз. Содан соң тағы да кластер тоқимыз. Алдымен екі үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне бірінші кластер тоқимыз. 3 бір бос шып қосылған бірінші кластер. Ырғақта 3 шып, 3 шыптың барлығын бір жіптен өткіземіз. Бірінші кластер, 4 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші кластер тоқимыз, жіп ораймыз. Бірінші столбик, екінші столбик, тағы бір жіп ораймыз. Үшінші столбик, ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Бізде 2 кластер пайда болды. Содан соң 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Тағы да 3 үлпілдек. 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне тағы да бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Тағы да 3 үлпілдек. Келесі арканың ішіне бір бос шып қосылған шалу. 3 үлпілдек. 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне тағы да бір бос шып қосылған шалу. 3 үлпілдек. Келесі аркаға да бір бос шып қосылған шалу. 3 үлпілдек. Келесі аркаға да бір бос шып қосылған шалу. Тағы да 3 үлпілдек тоқимыз. Келесі арканың ішіне тағы да бір бос шып қосылған шалу. Барлығы 7 бір бос шып қосылған шалу болу қажет. Ары қарай 3 үлпілдек тоқимыз. 1, 2, 3. Содан соң 2 кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да кластер тоқимыз. Бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик. Ырғақта 4 жіп, барлығында бір жіптен өткіземіз. Содан соң 4 үлпілдек шалу тоқимыз. Ары қарай келесі екінші кластер тоқимыз. Тап осы арканың ішіне екінші 3 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластер тоқып аламыз. Тоқыдық. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 15-ші қатардың аяғына келдік. Ең соңында 3 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 3 үлпілдек. Содан соң ең бірінші кластердің төбесіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығып, келесі жіптен өткіземіз. 16-ші қатарды бастаймыз. Алдыңғы жіпті ауыстырып, жаңадан жіп қосамыз. Жіпті 2 кластердің ортасына бірінші кластерға жақынырақ етіп жалғаймыз. Содан соң ары қарай бір үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Содан соң тап осы арканың ішіне 2 жай шалу тоқимыз. Бірінші жай шалу, қалдық жіпті тоқыманың бойына жасырып кетеміз. Екінші жай шалу. Ары қарай 4 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4. Тап осы арканың ішіне келесі тағы да 2 жай шалу тоқимыз. 1, 2. Тоқыдық.
Одан соң мына жердегі аркалардың ең алғашқы төртеуінің әрқайсысының ішіне, төрт арканың 3 жай шалудан тоқып шығамыз. Алдымен бірінші аркаға 3 жай шалу, 1, 2, 3. Келесі аркаға да 3 жай шалу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Үшінші аркаға да 3 жай шалу. 1, 2, 3. Және төртінші аркаға да 3 жай шалу тоқимыз. 1, 2, 3. Ары қарай 15 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Содан соң ырғақтан төмен қарай 10 үлпілдек шалу санаймыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы 10 үлпілдектің ішіне ырғақты кіргізіп, тоқманы бекітетін боламыз. Жіп алып шығамыз, келесі жіптен өткіземіз. Бізде осындай кішкентай шеңбер пайда болады. Ары қарай бір үлпілдек шалуға көтерілеміз. Бір үлпілдек шалу тоқыдық, тоқманы кейін қарай айналдырамыз. Содан соң мына шеңбердің ішіне алдымен 2 жай шалу тоқып аламыз. 1, 2. Ары қарай 12 үлпілдек шалу тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тап осы шеңбердің ішіне тағы да 2 жай шалу тоқимыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу. Сонда біздің шеңберде осындай гүлдің күлтешесі шығады. Тап осындай күлтешенің біздер 8-ін тоқуымыз қажет. Біреуін тоқып қойдық, ары қарай 7-ін тоқимыз. Тағы да 12 үлпілдек шалу көтерілеміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тап осы арканың ішіне, тап осы шеңбердің ішіне тағы да 2 жай шалу тоқимыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу. Ары қарай тағы да 12 үлпілдек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тап осы шеңбердің ішіне 2 жай шалу тоқимыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу. Ары қарай 12 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Шеңбердің ішіне 2 жай шалу тоқимыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу. Міне біздер 4 күлтешесін тоқыдық гүлдің, ары қарай тағы да 4-еуін тоқып аламыз. Міне біздер гүлдің барлық 8 күлтешесін тоқып шықтық. Ең соңғы күлтеше, содан соң 2 жай шалу тоқыдық. Шеңбердің ішіне ары қарай 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 1, 2, 3,
4, 5 тоқыдық. Содан соң тоқыманы оң жағына аударамыз. Оң бетке аудардық та келесі мына тұрған 4 арканың ішіне әрқайсысына 3-3-тен жай шалу тоқып шығамыз. Тап мына жаққа зеркально жүреді. Бірінші арканың ішіне 3 жай шалу. 1, 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне тағы да 3 жай шалу. 1, 2, 3. Үшінші аркаға да 3 жай шалу. 2, 3. Төртінші аркаға да 3 жай шалу тоқимыз. 1, 1, 2, 3. Міне бізде осындай гүл шығады. Ары қарай екі кластердің ортасындағы арканың ішіне 2 жай шалу тоқимыз бірінші. Содан соң 4 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4. Тағы да тап осы арканың ішіне келесі 2 жай шалуды тоқимыз. Ары қарай 16-шы қатарды айналдырып соңына дейін тоқып шығамыз. 16-шы қатардың соңына келдік. Қатардың соңында ең бірінші жай шалудың ішіне ағақты кіргізіп, жіп алып шығып, келесі жіптен өткіземіз. 17-ші қатарды бастаймыз. Алдымен бір үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Содан соң төмендегі тап осы жай шалудың ішіне бір жай шалу тоқимыз. Келесі екінші жай шалудың ішіне тағы да бір жай шалу тоқимыз. Содан соң 4 үлпілдектен тұратын арканың ішіне бір жай шалу, 4 үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне екінші жай шалуды тоқимыз. Ары қарай мына жердегі 8 тобиктің ішіне әрқайсына біреуден жай шалуды тоқып шығамыз. Міне бірінші жай шалу, екінші жай шалу, үшінші жай шалу, 4, 5, 6, 7, 8. Бір үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң гүлді тоқуға кірісеміз. Гүлдің ең бірінші күлтешесіне жай шалу тоқимыз. Содан соң 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 1, 2,
3, 4, 5. Келесі екінші күлтешеге де жай шалу тоқимыз. Ары қарай тағы да 5 үлпілдек. 1, 2, 3, 4, 5. Үшінші күлтешенің ішіне тағы да жай шалу тоқимыз. Тағы да 5 үлпілдек шалу. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Келесі күлтешенің ішіне тағы да жай шалу тоқимыз. Тап осылай күлтешенің соңына дейін 5 үлпілдек жай шалу қылып тоқып шығамыз. Міне біздер лепестокты тоқып алдық толығымен. Әрбір күлтешенің арасында 5 үлпілдек шалудан және күлтешенің ішіне жай шалу тоқып отырамыз. Ары қарай 1 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Содан соң төмендегі 5 үлпілдекті қалдырамыз. Одан соң келесі 6 жай шалуды қалдырамыз. 7-ші жай шалудың ішінен ары қарай 8 жай шалу тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8-ші жай шалу тоқып аламыз. Ары қарай арканың ішіне бір жай шалу, 4 үлпілдек, тағы да тап осы арканың ішіне екінші жай шалуды тоқимыз. Ары қарай 8 жай шалудың ішіне әрқайсысына біреуден 8 жай шалу тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бір үлпілдек шалу. Ары қарай тап осылай қайталай береміз. 17-ші қатардың аяғына келдік. Ең соңғы лепестокты тоқып алдық. Ары қарай бір үлпілдек шалу тоқимыз. Содан соң келесі 5 үлпілдектен тұратын арканы қалдырамыз. 6 жай шалуды қалдырамыз. 7-ші жай шалуға жай шалудан бастап ары қарай әрқайсысына бір-бір жай шалудан тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жай шалу тоқыдық. Біздер басында 2 жай шалу тоқып өткен болатынбыз. Соны қосқанда барлығы 8 жай шалу есептеледі.
қатарды бекітеміз. Ең бірінші жай шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жібіп шығамыз, оны келесі жіптен өткіземіз. 17-ші қатар аяқталды. Ары қарай 18-ші қатарды бастаймыз. Ең алдымен бір үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Содан соң төмендегі жай шалулардың ішіне жай шалу тоқимыз. Төмендегі табыс арқының жай шалудың ішіне бірінші жай шалу тоқыдық. Ары қарай екі жай шалу тоқимыз. Екінші жай шалу, және үшінші жай шалу. Содан соң арканың ішіне бір жай шалу, 4 үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне екінші жай шалуды тоқимыз. Содан соң келесі 9 жай шалудың ішіне әрқайсына бір-бірден 9 жай шалу тоқып шығамыз. Бірінші жай шалу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бір үлпілдектен тұратын арканың ішіне де бір жай шалу тоқимыз. Содан соң келесі лепестоктың бірінші алғашқы 3 аркасының ішіне әрқайсысына 6 жай шалудан тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6. Екінші лепестокқа да, екінші арканың ішіне де 6 жай шалу тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі арканың ішіне, үшінші аркаға тағы да 6 жай шалу тоқимыз. 3, 4, 5, 6. Одан соң 4-ші арканың ішіне, ортада 4-ші арка, соған ең алдымен 3 жай шалу тоқып аламыз. 1, 2, 3. Одан соң 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне келесі қалған 3 жай шалуды тоқып шығамыз. Ары қарай келесі лепестоктың екінші бетінде тағы да 3 арка қалды. 3 арканың әрқайсысына 6 жай шалудан тоқып шығамыз. Бірінші арка, екінші аркаға 6 жай шалу. 2, 3, 4, 5, 6. Келесі үшінші аркаға да 6 жай шалу тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ары қарай келесі бір үлпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. Одан кейін
келесі 9 жай шалудың ішіне әрқайсысына біреуден жай шалу тоқып шығамыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9-шы жай шалу. 18-ші қатарды аяқтап тоқып шығамыз. 18-ші қатардың соңына келдік. Соңғы 3 аркаға әрқайсысына 6 жай шалудан тоқып шықтық. Ары қарай бір үлпілдіктен тұратын арканың ішіне бір жай шалу тоқимыз. Содан соң тоғыз жай шалудың алғашқы үшеуін тоқып алдық басында. Енді қалған 6 жай шалуды тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, 4, 5 және 6-шысы. Содан соң қатарды бекітеміз. Ең бірінші жай шалуға ырғақты кіргізіп, келесі жіптен өткіземіз. 19-ші қатарды бастаймыз. Алдымен бір үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Содан соң тап осы төмендегі жай шалудың ішіне бір жай шалу тоқимыз. Әрі қарай келесі 3 жай шалудың ішіне, төмендегі 3 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден жай шалу тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу. Содан соң барлығы бізде 4 жай шалу болды. Содан соң арканың ішіне, 4 үлпілдіктен тұратын арканың ішіне бір жай шалу тоқимыз. 4 үлпілдек. Тап осы арканың ішіне екінші жай шалуды тоқимыз. Ары қарай келесі төмендегі столбиктарға, келесі төмендегі 7 столбиктің ішіне 7 столбикқа бір-бірден жай шалулар тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Содан кейін төмендегі келесі 4 жай шалуды қалдырамыз. Лепестоктағы мына жердегі аркаға дейін 21 бос шып қосылған шалу тоқып шығамыз. Әрқайсысына бір-бірден барлығы 21 бос шып қосылған шалу болады. Бір жіп ораймыз, лепестокқа тоқып бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тап осылай аркаға дейін тоқып аламыз. 21 бос шып қосылған шалуды тоқып алдық. Ары қарай
аркының ішіне, үлпілдектен тұрған аркының ішіне алдымен бірінші бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Содан соң үш үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай тап осы аркының ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Содан соң келесі лепестоктың екінші бетіне тағы да 21 бір бос шып қосылған шалу тоқып шығамыз. 1 2 3 4 5 тап осылай лепесток біткенше тоқып аламыз. 21 бір бос шып қосылған шалуды тоқыдық. Ары қарай келесі мына жақтағы бетке зеркально тоқимыз. Ары қарай 4 жай шалуды қалдырамыз. 1 2 3 4 5-ші жай шалудың ішінен ары қарай 7 жай шалу тоқимыз. Әрқайсысына бір-бірден 7 жай шалу. 1 2 3 4 5 6 және 7-ші. Содан соң 4 үлпілдектен тұратын арканың ішіне алдымен бірінші жай шалу тоқимыз. Содан соң 4 үлпілдек тоқып аламыз. Тап осы арканың ішіне екінші жай шалуды тоқимыз. Қатарды айналдырып тоқып шығамыз соңына дейін. 19-ші қатардың аяғына келдік. Соңғы 21 бір бос шып қосылған шалуды тоқып алдық. Ары қарай 4 жай шалуды қалдырамыз. Төмендегі 5-ші жай шалудан бастап ары қарай 3 жай шалу тоқимыз. 1 2-ші жай шалу, 3-ші жай шалу. Мына жақта басында 4 жай шалу тоқып кеткен болатынбыз. Барлығы 7 жай шалу болады. Енді қатарды біріктіреміз. Ең бірінші жай шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Оны келесі жіптен өткіземіз. 20-ші қатарды бастаймыз. Алдымен жіп ауыстырып аламыз. 4 үлпілдектен тұратын арканың ішіне жіпті қосамыз. Ары қарай тап осы арканың ішіне ең бірінші кластерді тоқып аламыз. Мына қысқа жіпті тоқыманың бойына жасырып жібереміз. Ең алдымен 2 үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң бірінші кластер тоқимыз. Үш бір бос шып қосылған шалудан тұратын бірінші кластер. Ырғақта 3 жіп бар. 3 жіптің барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай 4 үлпілдек шалу. 1 2 3 4 тап осы арканың ішіне екінші кластер тоқимыз. 3 бір бос шып қосылған екінші кластер. Міне бірінші жіп. До конца тоқымай бір-бір жіптен қалдырып отырамыз. Екінші жіп. Екінші столбик. Үшінші столбик. Ырғақта 4 жіп бар. Барлығын бір жіппен өткіземіз. Бұл бізде кластер. Ары қарай 2 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 1 2. Содан соң төмендегі 8 жай шалуды қалдырамыз. Одан кейін 2 бір бос шып қосылған шалуды қалдырамыз. Келесі 3-ші бір бос шып қосылған шалудың үстіне тағы да бір бос шып қосылған шалу тоқимыз.
ары қарай 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Келесі тағы да 2, ортадағы 2, бір бос жіп қосылған шалуды қалдырамыз да, үшінші столбиктің үстіне бір бос жіп қосылған шалуды оқимыз. Одан соң 3 үлпілдек, тағы да 2 столбик қалдырамыз, үшінші столбиктің үстіне бір бос жіп қосылған шалу. 3 үлпілдек, 2 столбик қалдырамыз, үшінші столбиктің үстіне бір бос жіп қосылған шалу. 3 үлпілдек, 2 столбикті қалдырамыз, үшінші столбиктің үстіне бір бос жіп қосылған шалу. 1, 2, 3, 2 столбик қалдырамыз, үшінші столбиктің үстіне бір бос жіп қосылған шалу. 1, 2, 3. 2 столбикті қалдырамыз, үшінші столбиктің үстіне бір бос жіп қосылған шалу. Тағы да 3 үлпілдек. Ең соңында, мына жақта ең соңында бір столбик қалады. Оны қалдырып кетеміз. Содан соң арканың ішіне ең алдымен бірінші бір бос жіп қосылған шалу, 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Тап осы 3 үлпілдіктен тұратын арканың ішіне тағы да бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Ары қарай 3 үлпілдек. Келесі тағы да бір столбикті қалдырамыз. Келесі екінші столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Ары қарай 3 үлпілдек. 1, 2, 3. Бір жіп ораймыз. Одан кейін 2 столбик қалдырамыз, үшінші столбиктің ішіне бір жіп қосылған шалу тоқимыз. 3 үлпілдек шалу, 2 столбик қалдырамыз, үшінші столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалу. Ары қарай тағы да 3 үлпілдек шалу, 2 столбик қалдырамыз, үшінші столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалу. Тап осылай лепестоктың ең соңғы столбигіне дейін тоқып шығамыз. 20-шы қатардың соңына келдік. 2 үлпілдек шалу тоқып алдық. Енді ең бірінші тұрған кластердің төбесіне ырғақты кіргізіп, қатарымызды бекітеміз. Жіп алып шығамыз, келесі жіптен өткіздік. Бұл бізде 20-шы қатардың аяғы. Ары қарай 21-ші қатарды бастаймыз.